мұсаның қауымында дейді, мұса пайғамбардың қауымында бір кемпір бар еді дейді, жаңағы шал мен кемпір, шынымен баласы жоқ, жаңағы өздері 90-ға келді дейді. Содан екеуі тұрып бір күні осындай да осындай, сен құдай елшісің, жаңағы пайғамбарсың, бізге құдайға айтшы, бір бала берсін дейді ғой енді. Сен тілең қабылға шығар деп. Құдай тұрып, жаңағы кімге барып, Мұса тұрып тұр тауына барды да Құдаймен сөйлесті дейді. Осындай кемпір мен шал бала сұрап отыр. Осыларға бір бала бер деп. Осы Құдай айтты дейді, лахмул махфузда бұл екеуіне шынымен бала жазылмаған жаңағы тағдыр тақтасына. Сондықтан да сен бар да жаңағы екеуіне айт, естірт, жаңағы бала бермеймін деп айт дейді. Сол Мұса барды да жаңағы екеуіне кемпір мен шалға айтты дейді ғой, осындай Құдай айтты енді. Тағдыр тақтасында екеуіне бала деген нәрсе жазылмаған енді. Сондықтан ренжімеңдер деп. Ана екеуі жылап, жаңағы сықтап, жай ойбай енді не істейміз деп еді. Мұса тұрды айтты дейді ғой, негізі мына таудың арғы бетінде Шайх Бурқы деген негізі әулие тұрады дейді, тұрады негізі. Содан барып сұраңдар, сол беріп қалатын шығар деп аналар жұбата салды дейді. Сосын барды да жаңағы кемпір мен шал отец кімге барды дейді ғой, жаңағы Шайх Бурқыға. Шайх Бурқыға барса, жаңағы ол да жаңағы отец Анатолий сияқты жаңағы таудың басында кішкентай лашық құрып қойып сол жерде жатыр екен дейді, Құдайды зікір салып. Шайх Бурқа келген кезде тура осы бала сияқты Құдайға айтады жаңағы, сол осындай бала керек еді дейді. Сосын тұрып, бұл Шайх қаншау дейді бала. Қаншау несі жаңағыдай, біреу болса болады дейді да. Мен Құдайдан сұрайын бізде жаңағыдай қанша керек, сонша ала берсеңдерші дейді. Құдайға айтты дейді, осы кемпір мен шалға бала бер деп. Сосын Құдай тұрып айтты дейді, осындай жаңағы Мұса пайғамбар сұраған сенің алдында дейді. Сондықтан бала жоқ дейді ғой. Жаңағы бұл екеуі сөйтіп жазып. Шайх Бурқа айтты дейді, онда егер бала бермейтін болсаң, онда мен сені зікір етпей қоямын дейді жаңағы. Онда көресің жаңағы. Бәрін тоқтатам, бол. Сөйтеді, ойбай жаңағы, мен онда берсем берейін жаңағы, қаншау деп еді жаңағыдай, 10 баладан бер дейді ғой жаңағы. Жақсы етті жаңағы. Кейін алардың бала босанған кезде Мұсаның көңіліне күмән кіреді ғой. Сосын барып сұрады дейді жаңағы, сен қалай енді, маған берген жоқсың, ана Шайх Бурқаға бердің жағдай. Неге олай дейді, айтты дейді ғой енді. Ей, Мұса, сенің қарашы өзің дейді, сені пайғамбарлық бердім, осы жағдай қашып жүрген жеріңнен саған осы пайғамбарлық дағартып аса таяқ бердім қолыңа, патша қылып еліңді бердім алдыңа, әйел бердім, бала шағаң бар, бәрі бар жаңағы. Бұл Шайх Бурқада жағдай менен басқа адам жоқ қой оның дейді да. Ол менен айырылып қалса, онда оның жағдай өте қиын дейді. Сондықтан мен Шайх Бурқаға жарайды деп осы тілегін қабыл қылдым деп айтады ғой. Бұлар да сондай сияқты да енді. Құдайдан басқа асы жоқ, шайдан басқа асы жоқ, Құдайдан басқа досы жоқ деген сияқты. Жаңағы Құдайға тілегін айтқан кезде, шынымен де Құдай тілектерін осындай орын жібереді.